Сәлем достар. Бүгін біз сендерге чехиялықтар тарапынан түсірілген еркектердің үміті деп аталатын керемет фильмге шолу дайындадық. Фильм өте қызықты түсірілген. Сол себепті дауысын төмендетіп көріңіздер. Ондрей өзге қыздарға қарамайтын, әйеліне сенетін классикалық ер адам. Ал қайын атасы Рудольф жасына қарамастан бабник. Ол бірде-бір қызды көзінен жібермейді. Келесі бір көңілдесінен шыққан Рудольф Ондрейді үйіне дейін жеткізіп салып, әйелінің алдында артын жабуды өтінеді. Ондрей бұлай жасағысы келмейді, себебі сүйікті әйелі Алисия мен инесі Мартаны ренжіткісі келмейтін. Мұны түсінген ер адам тікелей шабуылға шығып, түнді көңілдесімен өткізіп, кешіп келгенін айтады. Әйелі Марта мұны әзіл ретінде қабылдап, қарт кісінің ендігі қолынан бірдеңе келетініне сенбейді. Кешке отбасы кішкене Пафликтің туған күнін тойлайды. Соған қарамастан олар көрші болып тұрады екен. Соңынан Рудольф жасына қарамастан әйеліне ұмытылмас махаббат түнін сыйлайды. Мұны Ондрей көре алмайды, себебі қайын атасына қарағанда оның интимдік өмірі қызықсыз, әрі біркелкі болатын. Алисия екеуі бір-біріне деген құмарлығы қашып, махаббатпен тек бала дүниеге алып келу үшін ғана айналысатын. Келесі күні Ондрей баласының бір қызды ренжітіп жатқанын көріп, оларға құрметпен қарау керектігін айтады. Ал атасы қыз теке әкесіне қарағанда батылырақ болуын сұрайды. Себебі қыздар тек дөрекі өзінікін алатын жігіттерді ұнататын. Үйге қайтып жатып Ондрей мен Рудольф интимдік өмірлері мен бір-бірінің саяхатын әңгімелеседі. Қарт жас қыздармен көңіл көтеруді жақсы көріп, олардың сырт келбетін бағалайды. Ондрей болса өзінің әйеліне адал болып үйреніп қалған. Оның басты проблемасы төсектегі қалдырауы мен арқасының ауруы болатын. Ер адам күйеу баласының көзқарастарын қолдамайды және әрбір ер адам көңіл көтеруі керек деп санайды. Себебі ақырында әйелі жеңіп шығатын. Ойнас болған соң ер адам өзінің кінәсін сезініп азартты және романтикке айналады екен. Алайда Ондрей көзге шөп салу ең төменгі сатыдағы адамдардың істері деп санайды. Ондрей мен Элис қаланың шетіндегі бір мейрамхананы жүргізетін. Мұнда бір ғана Луи атты аспаз жұмыс жасайтын. Ондрей асханада жұмыс істеуді армандап еді, бірақ әйелінің сызған сызығынан шықпауы керек. Кешке ол қайын атасымен кездесу үшін бильярд клубына келеді. Сөйтсек атасы Ондрейні сылтау ретінде қолданған екен. Оның бильярд ойнау ойы жоқ болатын. Себебі мұнда кезекті көңілдесін алып келген. Омырауы таудай Шарлоттаны көрген Ондрей лезде қарт қақпасты көре алмай қалады. Бұл жолы шынымен де Рудольфтың сөздерін ойлана бастайды. Көзге шөп салу анау айтқандай жаман емес сияқты көрінеді. Шарлотта бильярд ойнай алмай бұған жайылған шаштарын кінәлейді. Іш киімін шешіп шашын байлап, барлық ер адамдарды ойыннан басқа затқа көңілін бөліп жібереді. Клубдан шыққан соң Шарлотта жаурай бастайды. Қайын атасы қызды жылыту үшін күйеу баласының пиджагын алып қояды. Ондрейні далада қалдырып қарт таксист пен жас қыз жақын маңдағы қонақ үйге көңіл көтеруге кетеді. Жігіт үйге жаяу қайтып, жаңбырдың астында қалып қояды. Әйелі Алиса болса балалы болуды армандайтын, сондықтан жақын маңдағы ауруханаға тексерілуді өтінеді. Келесі күні олар клиникаға асады, бірақ жабылуға бірнеше минуттар қалған. Әйелі күйеуіне бұл уақыт сөзсіз жеткілікті деп, мейірбике үйіне кетем дегенше анализді тапсырып үлгеретінін айтады. Жалғыз өзі бір бөлмеде қалған Ондрей Шарлотта туралы не ойласа да өз-өзін қанағаттандыра алмайды. Бірнеше күн өте официант қонақ болып келген Шарлоттаны қарсы алады. Қызбен жалғыз қалғысы келген Ондрей көмекші Луиді үйіне жіберіп, қызға өзінің фирменный тамағын дайындап беруді шешеді. Дәмді тамаққа тойып алған Шарлотта ер адамның киімін үйде ұмытып кеткенін айтып, шаңырағына шақырады. Бұл неге апаратынын білсе де, Ондрей бұл ұсыныстан бас тартпайды және олар махаббатпен айналысады. Шарлотта Рудольфпен араларында ештеңе болмағанын айтады, себебі ол тым батыл, ал оған қыз тектес жігіттер ұнайтын. Соңынан үйде қыздың сүйкімді көршілері де болғаны анықталады. Олар барлығын естіп, бірақ жұптың құмарлана ойнаған ойынына кедергі жасамауды шешіпті. Үйге оралған Ондрей қобалжып, сылтау айтып ақталады. Алиса сөйлеу мәнері өзгергенімен киімнен шығып жатқан әйелдің әтірін байқайды. Күйеуінің қалтасында басқа біреудің іш киімін тауып алған әйелі қолына үй пышағын алып, Ондрейден сұрақ жауап алады. Өзінің абыройынан айырылғысы келмеген Ондрей бұл Рудольфтың көңілдесі екенін, ешбір оларға қатысы жоғын айтады. Көзіне шөп салған үшін қайын атасының әйелі Марта күйеуін үйден қуып шығады. Ал Алиса әкесінің мұндай төмен әрекетін кешіре алмайтынын айтады. Бәрін бүлдірген Ондрей қайын атасына кешірім сұрауға келеді. Ер адам қайғырмайды, себебі мұндай болатынын сөзсіз біліп жүрген. Алиса анасын қолдауға келеді. Сөйтсек Марта күйеуінің барлық саяхаты жайлы біледі екен. Ол ештеңе жасамаған, себебі Рудольф әрдайым үйге оралған соң өзін кінәлі сезініп қымбат сыйлықтар алып беретін болған. Марта бұл жолы да брендтік сөмке алып берсе кешіруге дайын еді. Бұл жайлы естіген Рудольф әйеліне сөмкесін алып беріп, Шарлоттамен сөйлесуді тоқтатады. Себебі ол өзіне жігіт тауып алған болатын. Көп өтпей сөмкені бір ұры ұрлап алып кетеді, бірақ тек әмиянда алып сөмкені лақтырып жібереді. Әйел қатты қуанғаны соншалықты келе жатқан көлікті көрмей жол апатынан қаза табады.
Рудольф әйеліне романтикалық кешкі ас дайындап жатқан еді, бірақ болған оқиғаны келіп жеткен полиция қызметкерінен біледі. Өмірге деген құштарлығын жоғалтып, ер адам көлеңдестерімен ара қатынасын үсіп, күнде Мартаны қасында елестетіп жастық құшақтап жатуды шығарды. Әкесінің депрессияда көп ішіп жатқанын көріп, Алиса көңілдес табуға, немесе қамқорлық жасайтын үй қызметшісін жалдауға кеңес береді. Бұл уақытта Ондре әйеліне үлкен теннис ойнауға барып жүргенін айтып, алдауды жалғастырады. Шарлоттамен көп уақыт өткізгені соншалықты әйеліне күші қалмайды. Алиса күйеуі үшін барын өз қолымен жасауға дайын еді, тек балалы болу мүмкіндігін көрсететін анализ жасаса болғаны. Демалыс күндері Ондре мен Шарлотта қала сыртына шығып кетіп көлікте махаббатпен айналысады. Қоса үлкендердің ісін қараймыз деп жүгірген балаларды байқамайды. Бұл көліктің жүріп кетіп көңілдестердің жол апатына түсуімен аяқталады. Екі жақты өмір сүріп жатқанына шабыттанған Ондре Луиді залға официант ретінде жіберіп, өзі аспаздың орнын иеленеді. Көп өтпей олардың мейрамханасына гүлденіп, ерлі зайыптылардың қалтасын толтырады. Шабыттанған Ондре көңілдесінен бөлек әйеліне де ынтығып тұруды шығарады. Ол қонақтар алдында асханадағы Алисаны сындырып алып, оларды таң қалдырады. Бірақ Рудольф алдында жан дүниесін ашады. Қайын атасы бәрін тез тоқтатуды бұйырады. Себебі ақыры қайырсыз аяқталуы мүмкін еді. Бірнеше күн өте Шарлотта мейрамханаға келеді. Ондре Алиса барлығын біліп қалады деп жаны қалмайды. Соңынан Шарлотта осы кафеге официант болып орналасады. Көп өтпей көңілдесі әріптесі ғана емес, Рудольфқа қарайтын көршісіне айналады. Рудольф жұмысқа кетісімен, Ондре көңілдесімен уақыт өткізу үшін пәтеріне баратын. Шарлотта қауіпті ойын ойнағысы келіп, ашық айна алдында махаббатпен айналысқысы келеді. Ондре әйелі оларды бірге көріп қоюы мүмкін екеніне қарамастан тәуекелге баруды шешеді. Кешке Алисия Шарлоттаны шынымен байқайды, бірақ қарт әкесімен қосылып жатыр деп ойлайды. Шарлотта әрі қарай кетіп, өзі жоғарыда кезде Ондреге әйелімен сөйлесуді өтінеді. Бірнеше күн өте Алиса Шарлоттада дәл өзінікіндей корсет көріп, ол күйеуінің көңілдесі деген ойға кетеді. Ол өзінің ұзақ жылдар бойы аспаз Луимен көңіл көтергеніне қарамастан, официант пен күйеуінің соңына түседі. Кешкісін Ондре қымбат мейрамханаға баратын болады, және бұл жайлы әйелі де біледі. Ол көңілдесімен қоштасу үшін кездеседі, бірақ Алиса керек емес уақытта кіріп қалады. Әйелін көрген Ондре үстел астына тығылып қалып, бұл жерде Шарлотта өзінен аяғы ауыр екенін біледі. Официанттарды қолданып әйелі ұстап алмай тұрғанда қашып үлгереді. Сол уақытта қайын атасы барлығы жайлы біліп, қызының некесін құтқарып қалуды шешеді. Ол сюрприз ұйымдастырып, сол Шарлоттаның күткен ер адамы секілді кейіп танытады. Ер адам қызға таңдау береді. Екі отбасыны бұзып бірнеше баланы әкесіз, анасыз қалдыру ма? Әлде баласына жас болмаса да бағып қағалатын әкені ме? Шарлотта қарттың шын ниетімен айтып тұрғанын көріп, екінші нұсқаны қабылдайды. Алисия ештеңеден күдіктенбей үйге күйеуімен романтикалық кешкі асқа оралады, және соңынан аяғы ауыр екенін айтады. Бірнеше уақыт өте Алиса және Шарлотта бірдей Ондредің ұлдарын алып жүрді. Рудольф болса, Ондреге баланың әкесі өз емес, қарт оңбаған қайын атасы болуы мүмкін екендігін айтып кішкене болсын жеңілдетіп қояды. Соңынан ер адам немересін шетке алып кетіп, әдемі қыздардың көңілін қалай аударуды үйретеді. Ескі аттракционды іске қосып әйелінің күлін сеуіп қасында деп елестетеді. Себебі 35 жыл бұрын осы жерде олар алғашқы кездесуін өткізген болатын. Бұл жерде Марта сияқты қымбат еді. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу туралы не айтасыздар? Пікір қалдырып кетіңіз. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.